Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай косинка ободоктың жасалу жолын үйрететін боламын. Түсін өзіңіз қалаған түсте алсаңыздар болады. Бұл бұйым орамалдағы қыздарға да, орамал тақпайтын қыздарға да жақсы үйлеседі. Оны ободок ретінде шашақтарын артқа қаратып тақсаңыздар болады. Ал орамалдағы қыздар шашағын алға қарай түсіріп, орамалмен әдемі жарастырып тақсаңыздар болады. Ең алдымен сіздерді қажетті заттармен таныстыра өтейін. Бізге 8 мм хрусталь ронделі тасы қажет. Одан кейін капля түріндегі хрусталь тасымыз, бұл да бізде 8 мм. Одан кейін 4 мм хрусталь ронделі тасымыз. Келесі бізге осындай серебро түсті пинеларымыз қажет болады. 4,5 сантиметрдегі, және гвоздиктарымыз серебро түсте 3,5 сантиметрлік. Одан кейін соединительный кольцаларымыз средний размерде. Және осындай серебро түсті ободокты алатын боламыз. Оған орау үшін серебро түсті проволоканы алған болатынмын, 0,3 мм. Және осы ободогымыздың сыртын орау үшін лента аласыздар. Лентіңіз ақ түсті немесе бұйымыңызға қарай түстес болса жақсы болады. Мен серебро түсті лента алған болатынмын. Және осындай құралдарымыз қажет. Мен өзіме жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін осылай бәрін бөліп салып алған болатынмын. Сіздер де осылай әрбіреуін бөлек-бөлек салып алғандарыңыз жақсы. Енді бізге осы ронделі 8 мм хрусталь тасымыз және кішкентай 4 мм хрусталь тасымыз қажет болады. Және бірнеше пинеларымыз қажет. Ал құралдарымыздан круглогубцы мен зажим қажет. Біз осындай етіп 120 данасын жасайтын боламыз. Қазір сіздерге жасалу жолын үйрететін боламын. Ең алдымен біз пинемізді алатын боламыз. Оған үлкен хрусталімізден саламыз. Және одан кейін кішкентай хрусталіміз, қайтадан үлкен хрусталь, және қайтадан кішкентай хрусталімізді салып, басын круглогубцымен бір жағына қарай майыстыратын боламыз. Одан кейін зажиммен белгілі бір мөлшерін кесіп тастап, одан кейін кері қарай майыстырып, пинеміздің екінші бөлігі секілді етіп жасайтын боламыз. Сол кезде бізде осындай бұйым шығатын болады. Дәл осылай қайталай беретін боламыз. Сіздерге екінші рет тағы да анығырақ көрсеткен болатынмын. Міне достар, жасап алғаннан кейін 110 данасынан осылай етіп косинканың формасында қойып алатын боласыздар. Осы жерде сіздер скриндап алыңыздар осы формуланы. Ары қарай осындай соединительный кольцеміздің көмегімен барлығын біріктіретін боламыз. Ал төменгі бөліктеріне және шеттеріне ортасына біздер осындай каплядан салпоншақ жасайтын боламыз. Қалай жасалу жолын қазір сіздерге үйрететін боламын. Осындай шашақтардың біз 53 данасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай гвоздик және капля хрусталь тасымыз, 8 мм, 4 мм ронделі хрусталь тасымыз және круглогубцы қажет болады. Ең алдымен гвоздигімізға
капля хрусталь тасымызды өткіземіз. Одан кейін 2-4 мм ронделей тасымызды өткізіп, круглогубцийдің көмегімен жаңағыдай бір жанына қарай майыстырып, кері қарай айналдыратын боламыз. Сонда бізде осындай әдемі бөлік шығатын болады. Осылай 53 данасын жасайтын боламыз. Барлық бөліктерімізді дайындап алғаннан кейін, енді қалай біріктіру керектігін сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен осы төменгі бөлігінен бастаймыз. Екі ортасына біз соединительный кольцеді және төменгі бөлігіне осындай каплямызды орналастыратын боламыз. Ол үшін соединительный кольцемізді алып, круглогубцийдің көмегімен ашып, жаңа екі бөлігімізді және төменгі бөлігіне каплямызды бірге алып алатын боламыз. Одан кейін плоскогубцийдің көмегімен бәрін жабатын боламыз соединительный кольцемізді. Осылай етіп біз ең бірінші төменгі қатарды біріктіріп алған болатынбыз. Енді келесі қатарларды жоғарғы бөліктер мен төменгі бөліктердің қосылған тұсына соединительный кольце салатын боламыз. Төменгі екі бөлік және жоғарғы екі бөлікті бір соединительный кольцеға біріктіретін боламыз. Бұл жерде соединительный кольцеларыңыз айналып кетпесін. Және мен қалай қойғанмын тастарымды, сіздерде солай қоюларыңызға кеңес беремін. Байқап отырсаңыздар, кішкентай хрусталь тасы бар тастардың барлығы төменге қарай қарап тұр. Кольцемізді орналастырып болғаннан кейін, осылай бәрін қайтадан түзеп отырыңыздар. Сол кезде соединительный кольцеңіздің айналып кетпегеніне көз жеткізіп отырасыздар. Шеткі бөліктерін біріктірер кезде біз шет жағына капляларымызды орналастырып жібереміз. Міне осылай болып шықты. Енді екінші жағына да сондай капляны біріктіреміз. Осыдан кейін сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Дәл жаңағыдай көрсетілгендей барлығын төмен қарай түсіріп, бір соединительный кольцеға біріктіре беретін боласыздар. Ал шеткі бөліктеріне капляны салып кететін боламыз. Міне бізде осындай болып шықты. Төменгі бөлігінде бізде 13 шашақ дайын болды. Енді ортаңғы бөліктеріне басқа соединительный кольцедің көмегімен осы шашақтарымызды орналастырып шығамыз. Видео басында сіздерге айтқан болатынмын, 120 дана деп осындай бөліктен. Оның 110 данасын осы косинкаға қолдандық. Қалған 10 данасын осылай етіп соединительный кольцедің көмегімен бір-біріне біріктіретін боламын. Оны қазір видео соңында қай жерге қолданатымды көрсетемін. Міне достар, барлық каплямызды осылай орналастырып алдық. Енді бұны бұлай қарай ала тұрамыз. Және жаңағы бөліктен 10 данасын осылай бір-біріне біріктіріп алған болатынмын. Косинкамыздың соңғы бөліктерін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осы ободок лентамыз, проволокамыз және де осы қосқан бөлігіміз қажет болады. Және ыстық желім мен қайшымыз. Лентамыздан осындай екі бөлік қиып аламыз. Бұны ыстық желім мен ободогымыздың екі ұшына орналастырамыз. Бұл бізде таққан кезде адамның құлағына ободоктың батпауы үшін қажет болады. Әрі қарай лентамызды алып, осындай бөлігін шетіне тастап кететін боламыз байлау үшін.
қалған бөлігін үзбей ободогімізге орай бастаймыз. Шетінен әдемілеп ыстық желіміміздің көмегімен барлық ободогімізді орап шығамыз. Екінші шеткі бөлігіне келгенде мен секілді осылай орап, соңғы бөлігіне клей жағып, айналдырып, кері қарай видеодағыдай шығаратын боласыздар. Бұл жағында қиып тастайтын болсаңыздар, тартқан кезде жаңағы қалдырып кеткен бөлігіміз үзіліп қалуы мүмкін. Сондықтан лентамен бірге осылай әдемі етіп қалдырып кеткендеріңіз жақсы. Қалдырған лентамыздың ұзындығын бірдей етіп қиып, ұштарын күйдіріп жіберсеңіздер болады. Енді ободогіміздің жоғарғы бөлігіне проволоканың көмегімен осы тастарымызды орналастырамыз. Проволоканы өзімізге қажетті бөлігін қиып алатын боламыз. Себебі біз айналдырып, әрбір тастың ортасынан айналдырып, ал шеткі бөлігін жаңағы пенейіміздің ортасынан өткізіп отырамыз видеодағыдай. Сонда бізде тастарымыз мықтырақ тұратын болады. Ободогіміз осылай дайын болды. Енді осы косинкамызды ортасындағы соединительный кольцеға және шет жағындағы пенейдің басына 11 жерден орналастыратын боламыз. Бізде бұл жерде көріп отырсаңыздар 16 бас шығып тұр. Оларды біз біріктіретін боламыз. Ең бірінші осы екі шетін біріктіреміз және ортадағы 3 бөлігін біріктіріп бір соединительный кольцеға тағатын боламыз. Ең алдымен шетінен бастаймыз. Шетін бірінші пенейға орналастырамыз. Осылайша кезек-кезегімен барлығын ободогімізге орналастырып шығамыз. Міне достар, осылайша косинка ободогіміз дайын болды. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияда жаза кетіңіздер. Каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен мен аяулым Арыс қызы. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын.